Мә, жан, сондай күштісің, ұялшақсың, сыпайсың. Қалай сен жігітің болмаған? Болмаған ешқашан. Минус жоқ қойсың да. Заказ берші, не жейсің, айтшы. Мен жемеймін тамақ. Қой, заказ бер. Айтсаң. Заказ бер. Маған салат с брокколи, салат с рукколой, теплый салат с конины, наггетсы, сырные пачки, куриные крылышки, фруктовый ассорти, суп по-домашнему, крем-суп грибной, том-ям. Короче, маған бәрін бере салыңызшы. Сен жей бер, ә? Мен қазір телефонмен сөйлесіп келемін. Жан, қазір бермейді. Алло? Тамақтың бәрін заказ беріп қойдың. Жоқ, түсіндірдім ғой. Түсіндірдім. А? Егерде біз источник болсақ. Тиді, болды, әдем тиді. Нормально. Братан, ол неден кеткен? Маши вообще жүрмей жатыр. Не ғанау? Ауғыстың шнурын ауыстырсай. Бірақ мына артқы фарын ауыстыру керек саған. Ол жаңа ғой. Қой? Иә. Сап қойма қазір. Неме, братан, сіз темек шегетін бедіңіз? Иә. Мә, содан ғой мынау кетіп қалған. Айтпайсың ба, братан келген кезде темек шегемін. Түсінбедім. Брат, темекіні алып тасташы. Ей! Мен не болды астына? Ей! Брат, тұрсай, айтып отырсың. Айтсай. Не болды астына? Құршаш, не болды деп келе бермей. Баршы, ұйықтап отыр ғой адам. Жақсы, брат. Кеп тұр, осындамыз. Яны қолыңды? Боқ біляны, тоғырмыз ғой, машина. Кеттіге. Поқы. Кинода. Алло, сенің балаң бізде. Егер балаңды тірідей көргің келсе, 2 сағатта 10 миллион әкеп таста. Өмірде. Бөтен нөмір явно кредиттен ғой. Кинода. Ей, біреу бар ма? Кім бар? Өмірде. Бісміллә. Кинода. Боби, түн ортасында не үшін ұрып жатыр екен? Өмірде. Әкең ауыз айттым осы, ит атса керек еді, кеш батса үретті жүреді. Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз әйгілі миллионердің Ғани Мырзаның қасында тұрмыз. Ғани Мырза, сіз осында жетістікке қалай жеттіңіз? Әмин. Мен ол жетістікке 20 жасымда жеттім. Мен магазинге баратқан едім. Жолда ақша көріп қалдым. Сол ақшаны алуға ой болды. Сол ақшаны алдым. Бірақ менің машина қағып кетті. Бірақ мен есімді жидым да, оңға қарағанда ақша байқадым. Сол ақшаға қай жерім ауырса да бардым. Қолыма көтердім да қайттан қағылдым. Қайттан есім жидым. Солға қарағанда тағы да ақша байқадым. Мен оған еңбектеніп бардым. Бүкіл күшімді салдым. Оны қолыма алдым да қағылдым. Солай мен жетістігіме жеттім. Не деген бір керемет, үлгілі бір адамсыз. Бүкіл жастар сіз. Ей, ақша! Құрметті достар, дәл осындай Ғани аға сияқты миллионер болғыларыңыз келсе, Ғани ағаның бизнес тренингіне жазыламыз. Егер де тек қазақша сөйлесек. Кеше 5 бутылка пива ішкенсің ғой. Да, ну. Кеше 5 шөлмек сыра ішкенсің ғой. Қойш. Эка ебальнingді ақтарам е. Қазір иттеріңді басыңа қаптайым. Кеше же Маратта сибалис болып кеткен ғой.
кешеше мараттар табанын жалтыратып кеткен ғой. Айбек сені ұстап алсам айрам деп жатыр ғой. Похуй. Айбек сені ұстап алсам айрам деп жатыр ғой. Маған салса бәрібір. Кеше ойланып отырып думкіге кіріп кеткен соң прикинь. Кеше терең ойға шомылып салым суға кетіп қалыпты. Бля, брат, бізді кидать етіп кетті. Қапсайтан алғырлар бізді сазға отырғызып кетті. Брат, ертең туған күнге барасың ба? Если что, көреміз. Бауырым, ертең туған күнге барасың ба? Әгер әке көре жатармыз. Қазақ қазақпен қазақша боқтассын. Сенің вообще оқымайтын класстастарың. Бүгінгі тақырыбымыз ей! Қазақстанда ең алғаш Жәнібек Керей хандар Болмаса бәрі бос. Ертең Наурыз кімне алып келеді? Апай, мен 2 рулет алып келем, нежность деген. Апай, мен дастархан алып келем. Ей, манас ұялсай? Все, нан алып келем, наннан асып пайда барасыз. Родной суға бір тұншықтырып алмадық па? Неғып күліп атсыңдар, ей? Бізге де үйретіңіз, біз де білейік. Апай, кеше сіз физрук ағай Апай, дала ашып кесем бола ма? Алдында отырған 5-ге оқитындар ертең біздің алдымызға келіп жұмыс сұрап тұрады шығарсыңдар. Берсе мен соттың ғой, сабағым болады ғой. Меге де басталды оқиын дейін дейсіз. Сен мені düşіп отырсың, оқымайсың да ғой. Апай, күліп қойып отыра беріңдер осыларды. Ай, адам болмай осы өмірді өтіп кететін жарсыңдар. Не болды сендерге? Мауын сабағым басталды, берді. Алло, Санми? Мен тез өліп кетуіме себепкер болғыларың келмесе, бір сотқа әкеп беріңдерші үйге. Мен екеуің сабақ бір уақытта болып... қойыңдаршы! Екеуің сабақ бір уақытта болып қапты да? Бүкіл Қазақстан шулап жатыр ғой, сендер тез әкеп тастайды деп жатыр ғой. Арзан әрі бағалары да қолайлы дейді ғой. Бір сотқа болса болды. Айтсам екеуі бір ниетін бір жеп жатыр да? Егер де біз хирург болсақ. Біз келмесек өліп қаласың, Арзан укол салып жіберейік па? Так, операционныйдан артық адамдар шығамыз. Жата беріңіз, сізге қатысы жоқ. Кесек үшін. Қарбыз кесіп жатырмын, дұрыстап кесейін. Так, не болған маған? Тамақ жеп атып, ішіне қылшық кіріп кеткен дейді. Мынау қыл жеп атып, ішінен тамақ шыққан сияқты ғой. Бүкіл ақшаны осы екен ғой жеп жүрген. Ішегін қарсы. Ақтөс, на. Қазір қайттан саламыз ғой ішіне. Ақтөс, Ақбек. Асты жағына байлаш. Операцияның бүтуіне сәлек қалды. Ай, аға ауырып отыр. Наркозбен жасайсыздар ма? Ауырып отыр. Не сен мешет етіп атсың? Таста өзі істеп алсын. Өзің істеп алма. Ауырып отыр. Болды. Операция өте сәтті аяқталды. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Аузын тік ұстаппыз ғой біз.